Саламатсыздар ма балалар? Сынып сағатына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы балалар өздерің көріп отырғандай 1 мамыр бірлік күні деп аталады екен. Яғни бірлік күні дегеніміз ынтымақтастық күні, бірлік күні, Қазақстан елінде тұрып жатқан ұлттардың татулығы күні деп аталады екен. Ал енді жалпы балалар, бақыт дегеніміз не екен? Бақыт деген өз елінде, өз жерінде тұру. Бақыт деген ол өз отанымызда, өзіміздің жерімізде, анамыздың ыстық құшағында тұру бақыт деп аталады екен балалар. Бала, біздің еліміз қалай аталады? Қазақстан дейді. Қазақстанда қандай ұлттар тұрады? Нұма деп айтады. 130-дан асқан ұлт өкілдері тұрады. Біздің ұлтымыз көп ұлтты мемлекет екен. Біздің мемлекетімізде 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады екен. Өздерің көріп отырғандай міне орыс халқы міне, біз өзіміз қазақ халқы міне, қырғыз халқы, ұйғыр халқы, міне халықтар бізде бір-бірімен тату тәтті өмір сүреді екен. Қазақстанның ең басты байлығы балалар біздің осы қазақ елінің ынтымақтастығы, бірлігі, тату тәттілігі екен. Ал енді балалар, бұл жерде мен көгершіннің суретін не үшін жүздім, білесіңдер ма? Көгершін ненің белгісі екен? Дұрыс айтады. Жарайсың Кәусар. Көгершін, ақ көгершін сол бейбітшіліктің белгісі екен. Болсын, жермен суда ортақ болсын, бізге туда ортақ. Ақпыз қарасарымыз, ағаймыз бәріміз. Ата анаң, отан досың бауырың, отан үлкен астанаң, отан туған ауылың. Болсын жермен суда ортақ, болсын жермен туда ортақ. Ақпыз қарасарымыз, ағаймыз бәріміз. Бейбітшілік ұраны, жарқыраған алтын күн, еркіндігі халқының. Сары ақбыз қарамыз, бәріміз де баламыз, бір қалада тұрамыз, бір мектепке барамыз. Балалар, сендер қане көзімізді 1 минутқа жұмайықшы, 1 минутқа жұмайық, бәріміз. Ал енді бейбітшілік болғанда қалай қалайсыңдар өздері? Қане сол қандай бейбітшілікті армандайсыңдар, аңсайсыңдар? Бейбітшілік деген сөзде нені көзден елестетесіңдер? Қане сол туралы сурет салайық, балалар, бәріміз. Сабағымызға қорытындылай келем. Біз балалар өз отанымызды мақтан тұтамыз, біз өз отанымызды құрметтейміз, сыйлаймыз. Біз осы Қазақстан елінде туып өскенімізді мақтан тұтамыз. Осындай ынтымағы жарасқан, тату тәтті ұлттармен тату-тәтті өмір сүріп жатқанымыздың өзі, ол біздің мақтанышымыз екен. Бағана айтып өттім ғой мен, Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Біз бейбіт өмір сүріп жатырмыз, Құдайға шүкір. Сол сияқты біз бүкіл елде осы бейбітшілігімізбен, тату тәттілігімізбен, ынтымақтастығымызбен мақтана алады екенбіз, балалар. Біздің елімізде әрқашанда еліміз, жұртымыз аман болсын, әрқашанда күніміз жарқырап тұрсын.
бәріміз де аман болайық.